Хей, сәлем достар, менің атым Айжан, және бүгінгі видеомыз көптен күткен сұрақ жауап. Бүгінгі видеода мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Мен өзімнің соңғы суретімнің астына постта жазғанмын, өте қызықты сұрақтар қойсын деп. Енді бүгін сол сұрақтарға жауап беремін. Егер де сізге қызықты болса, арапе қараймыз, енді бастайық. Ең алғашқы сұрақты маған Әсем Лепесова Нижний пробел сұрап жатыр. Ол менен сен неше жастасың, қай қалада тұрасың, қандай тағам түрін ұнатасың, қысқа көйлек киген ұнай ма, ұзын киім киген ұнай ма, қай әншіге еліктейсің, ол Қытайда тұрса да, Англияда тұрса да бәрібір. Мен 12 жастамын, Ақтөбе қаласында тұрамын. Ал тағамдардан денсаулыққа пайдалы тағамдар ұнайды. Келесі сұрақты Аяжан Сержанова сұрап жатыр. Ол сенің арманың бар ма? Бар болса қандай деп тұр. Менде бір жалғыз ғана арман бар. Ол менің барлық армандарым және мақсаттарым орындалсын деген үлкен арманым бар. Келесі сұрақ. Мектепте сенімен фотоға түсіп қолтаңба ала ма? Нешінші сынып оқисың? Неше жастасың? Және маған сәлем жолдашы осы инстаграмдағы атымен. Лунтик, сәлем. Менде мектепте қолтаңба алмайды, бірақ фотоға түседі. Мен фотоға түскен кездер болды. Бірнеше рет 7-ші сынып оқимын, 12 жастамын. Келесі сұрақты Назира Нижний пробелмен қойып жатыр. Ол сәлем Айжан дейді. Сәлем Назира. Бос уақытында немен айналысқан ұнайды? Сүйікті түсің әнші, топ, өлең, сабақ, жеміс, мезгіл қандай? Сені не шабыттандырады? 2018 жылы қанша подписчик болғанын қалайсың? Жеке күнделігің бар ма, немесе болды ма? Бар болса көрсетші. Қандай мамандық иегері боласың, немесе болғың келеді? Соткаңның аты қалай, толық? Қандай қала елдерге барып көрдің және барғың келеді? Туған күнің қашан, отбасыңда қанша адам атап берші. Осы уақытында мен өзімнің сүйікті хоббиім видео түсіремін, видео монтаждаймын, немесе идея табамын. Сондай 2018 жылы қанша подписчик болған қалайсың дегенге, мен өзіме осы 2018 жылға 30 000 тіркелуші деген мақсат қойдым. Мен оған жетемін деп өзіме уәде бердім, және де оны жеткіздірем. Жеке күнделігім бар ма, немесе болды ма? Егер де менің crazy бугымды жеке күнделік деп атауға болатын болса, онда ол бар. Бірақ ол туралы видео түсіргім келеді және де. Қандай мамандық иегері болғың келеді? Мен өскенде журналист немесе режиссер болғым келеді. Екеуі менде басымда тұр, қайсы болғанын білмеймін әлі күнге дейін, бірақ екеуі де маған ұнайды. Соткамның аты қалай? Соткамның аты Samsung Galaxy S3. Келесі сұрақты менен Алтынай Ексе сұрап жатыр. Ол менен қазір қандай музыка сенің миыңда ойнап жатыр? Топ 3 ең сүйікті әндерің? Қандай сұраққа жауап бергің келеді? Болашақта қандай видеоблогермен коллаборация түсіргің келеді? Қазір қандай музыка ойнап жатыр дегенде, менде қазір Feel It Still деген Portugal Man'ның өлеңі ойнап жатыр. Мен сүйікті өлең тезге бар. Топ 3 ең сүйікті әндерің сол жаңағы Feel It Still, сосын Twice Like You, сосын Grace Wonderwall'дың Moonlight өлеңі. Қандай сұраққа жауап бергім келеді? Кез келген сұраққа жауап бере аламын. Ал болашақта қандай видеоблогермен коллаборация түсіргім келеді деген кезде, менде жақында бірнеше блогермен коллаборация түсіремін. Ал егер де үлкен авторитеті бар адамдардан тұтасақ, онда мен Fancy Something'тен түсіргім келеді. Келесі сұрақты менен Миш Шанти сұрап жатыр. Ол менен фан-встреча жасар ойым бар ма? Және де қашан дейді. Фан-встреча жасар ойым бар. Ол мүмкін жазда болатында шығар, бірақ фан-встреча жасай алмайтын бір загвоздка бар, орысша айтсақ. Фан-встречаға келген адамдарға мен жауап беремін, бірден болса, сондықтан сол ғана маған фан-встреча жасатпай тұр, бірақ мен жаза жасайтын да шығармын. Келесі сұрақты менен Айсара Гавитов немесе Ғабитов сұрап жатыр. Ол айтады, сен мені танисың? Әрине танимын, ол менің ең адал тіркелушімін, сен жақсы көрем. Ол менен сәлем жолдашы Айсара. Сәлем Айсара. Екінші сұрақ, подписчикке қоңырау түсіре аласың ба? Мен ойымда сондай видео бар, сондықтан түсіруім мүмкінмін. Келесі сұрақты менен Ерсок сұрап жатыр, егер де атын дұрыс оқымасам кешір. Ата-анаңа видео түсірем дегенде не деді? Біріншіден мен видео түсірген кезде ең алғаш видеоны түсірмес бұрын мен ешкімнен қандай рұқсат сұраған жоқпын. Видео түсірдім, одан кейін видеоны көрді.
Келесі сұрақты Дүйсенқұлова Ләна 05 сұрап жатыр. Ол менен Айжан, сен мені бірінші рет көргенде қандай сезімде болдың дейді. Айта кетейін, бұл менің класстасым. Бірінші рет көрген кезде 4 жыл бұрын болған нәрсе мен қазір есімде жоқ. Сондықтан нақты жауап бере алмаймын. Келесі сұрақты менен Әйгерім сұрап жатыр. Ол менен сүйікті тағамын, оған жауап бердім. Қандай стильдегі музыканы жақсы көресің? Сүйікті әншің, қуыршақпен ойнайсың ба? Қай елге барғың келеді? Әйгерімге сәлем жолда. Әйгерім, сәлем. Бірінші сүйікті тағамға айта кеттім, жауап бердім. Қандай стильдегі музыканы жақсы көресің? Q-pop және де поп. Сосын жазсын айтып кетем. Сүйікті әнші One The Roll болып тұр. Қуыршақпен ойнайсың ба? Жоқ, ойнамаймын. Қай елге барғың келеді? Мен көп елдерге барғым келеді. Ол бірінші Америкаға барғым келеді, Англияға барғым келеді, Грузияға барғым келеді, Швейцарияға барғым келеді. Сосын Россиядан тек қана Москваға барғым келеді. Болды. Келесі сұрақты менің Алия Адай 5 сұрап жатыр. Сен өмірде қолданатын лайфхактар. Негізінде лайфхактарды көп қолдана бермеймін, бірақ қолданам. Бірақ қазір ешқандай лайфхак миыма келіп тұрған жоқ. Келесі сұрақты менен Динок сұрап жатыр. Ол менен жасың нешеде, қандай кино көргенді ұнатасың, мелодрама немесе комедия дейді. Маған комедия жанрындағы кинолар өте қатты ұнайды. Ең соңғы сұрақты менен Нұршат Рамазанова сұрап жатыр. Ол сәлем дейді. Сәлем, Нұршат. Сен лагерге барып көрдің бе? Жоқ. Сенің жының келетін сабақтар өзін-өзі тану. Сенің туған күнің қашан? 1 қараша. Үздіксің ба? Иә. 91-ді жақсы көресің ба? Иә. Сенің жақсы көретін блогерін көп болар, сондықтан атап кеткім келмейді. Мен сенің жан досың бола аламын. Сіздер мен үшін барлығы жан достарымсыз. Нешінші жылғысың? 2005 жылғымын. Қай елге барғым келеді? Айтып кеттім мен. Сүйікті тағам қандай айтып кеттім. Маған сәлем жолдашы. Сәлем қайтадан. Сабаққа дайындықсыз барып көрдің бе? Жоқ, барып көрген жоқпын. Атыңды кім қойды? Атымды менің әкем қойды. Не себепті атыңды Айжан деп қойды? Менің екі апамның атын қосты да Айжан шықты. Сізге бұл видео ұнаса лайк басып, менің каналыма Инстаграм, ВКонтактіме тіркелуді ұмытпаңыз, соның бәрі инфобокста сілтемесі болады. Және де егер де сіздің сұрағыңызға жауап бермесем, өкінбеңіз. Себебі сұрақтар өте көп болды. Және де мен егер де оның бәріне жауап беріп отырсам, менде видеом 50 минуттық болуы мүмкін. Мен оны алдыңғы сұрақ жауапты сөйтіп айттым. Және де сіздің сұрақтарыңызға егер де жауап бермесем, келесі видеода жауап беруім мүмкінмін. Келесі сұрақ жауапта. Бұл видеодан 999 лайк жинап көрейік. Мен сіздерге сенемін, және біз жинаймыз. Сіздермен бірге болған мен Айжан. Сау болыңыздар.